құмарлық жақсы қасиет. Көптеген мемлекет ұлттық кітап күнін атап өтеді. Біз жастарды кітап оқуға баулуымыз керек. Сонда біз кітап оқитын мемлекетке айналамыз деген болатын мемлекет басшысы ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында. Осыған орай Жезқазған қаласының орталықтандырылған кітапханалар жүйесі 16 сәуір мен 23 сәуір аралығында ұлттық кітап күнін мерекелеуге арналған апталық жоспарланған болатын. Осы мереке қарсаңында кітапханамыздың алғашқы ашық есік күнінде қаламыздың студенттері мен оқырмандары қатысты. Және сондай-ақ қаламыздағы академик Шарманов атындағы дүкені жәрмеңкеге қатысты. Әрі қарай кітапхана филиалдарында апталық жалғасын тапты. Кітапхана филиалдарында әдеби кеш, поэзия кеші, буктатингі, әдеби кафе, сондай-ақ әдеби вернисаж түрлерінде кітапхана іс-шаралары өтті. Біз жастарды кітап оқуға шақыруымыз керек. Кітап оқыған адам көкірегі ояу, мәдениетті, тәрбиелі болып өсіп шығады. Бүгінгі ұлттық кітап күнімен баршаңызды құттықтаймын. Кітап оқуға сіздерді шақырамын. Ұлттық кітап күні құтты болсын. Бұл білімпаздық, ізденімпаздық, кітап құмарлық сияқты игі қасиеттерді дәріптейтін күн. Кітап оқыған ұрпақ озық ойлы болады. Сондықтан сіздерді Гагарин көшесіндегі 2-ші үйде орналасқан кітапханаға кітап оқуға шақырамыз. Кітапханамызда көркем әдебиеттер, салалық кітаптар, фантастикалық кітаптар, мотивациялық кітаптар, детективтер және аудио кітаптар бар. Кітап білімімізді молайтады, кітаптан көп үлгі аламыз.